Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгінгі тақырып үш жылда үй аламын десең деген тақырып қойып отырмын. Егер де сіз ең тиімді жолмен 3-ақ жылдың ішінде үй аламын десеңіз, ең тиімді жол, яғни ең төмен пайызбен, переплатасы өте аз көлемде үй аламын десеңіз, онда сізге міндетті түрде 3 жыл жинау керек болады. Енді қараңыздар. Кейде осылай айтудың өзі ұят сияқты болып кетеді. Неге дейсіздер ма? Өйткені білесіздер ғой, қазір көпшілік квартирада тұрады, квартирада тұрып жинау өте қиын, былайша айтқанда. Өйткені оны біз өзімізде бастан өткергендіктен біз білеміз оның қалай болатындығын. Тамақ, киім, әсіресе мынандай инфляция кезінде жинау өте қиын, ақша жетіспей жатады. Енді сонда да мақсатты түрде үй аламын осы аз мерзімде тиімді жолмен десеңіздер, міндетті түрде осы мақсатқа қарай жүру керек болады. Ол үшін үйде 2 адам, я болмаса 3 адам жұмыс істесе, бір адамның зарплатасын жинауға тырысу керексіздер. Қалған көп нәрсені эконом жасап деген сияқты финансовый грамотностьті білетін шығарсыздар, немесе алдағы уақытта оған жеке бір білмеймін не айтатынды, тренинг ба, бірдеңке жасайтын шығармын, онлайн, я болмаса курс деген сияқты. Өйткені ол жерде сіздер өздеріңіздің қолдарыңызға тиетін бюджетті, яғни қолдарыңызға тиетін қаражатты қалай тиімді ұқсатуды, қалай мақсаттарыңызға жетуді үйренетін боласыздар. Енді ол жеке тақырып. Бүгінгі 3 жылда үй алу тақырыбына оралсақ, және айтып кеткендей, қаншалықты қымбатшылық болып жатса да айналаңызда, мейлі сіз квартирада тұрсаңыз да, мақсатқа не істеу керек? Әрекет ету керек. Әрекет ету деген жәнегі тиыннан жиналады дейді ғой, 100 теңге болсын бастап кетсеңіз, ары қарай ыңғайы келеді. Бірақ мен айтар едім, егер нақты 3 жылда үй алғыңыз келсе, дәл қазір сіздің хотя бы однокомнатный болсын үйіңіз жоқ болса, онда сіз міндетті түрде 45-50 мың теңге ай сайын 3 жыл салсаңыз, 3 жылда однокомнатный үйді 5%-бен доход көзін растамай алуға болады. Мысалы, сіз 3 жылда 50 мыңнан салып, 45 мыңнан салып, 100 мыңнан салып, әрқалай қолда барды салып, я болмаса бір келкі 50 мыңды салып, 3 миллион жинадық делік, 3 миллион жинадыңыз, ары қарай 3-3-ке бере, 3 миллион береді ғой біздің банк. 6 миллионға үй таппайсыз, ол белгілі. Сізге үстіне тағы да 2 миллион доложить ету керек болады. Қандай да бір себептермен, потребительский кредит алсаңыз да, сіз 2 миллионды қосып 5 миллион толтырасыз. Например, 5 миллионға толтырдыңыз, енді сізде 10 миллионға без подтверждения дохода шығып тұр. Яғни, доход көзін растамай 5%-бен үй алу көрсеткіші сізде шығып тұр. Ондай жағдайда не болады? Мысалы, 10 миллионның үйіне 6 жыл бойы ай сайын 81 мың теңгеден төлейсіз, переплата 575 мың мен 600 мың аралығында болады. Ойлаңызшы, сіз банкке 5 миллион құясыз, банктен 5 миллион аласыз, сіздің банктен алған 5 миллион теңгеңізге 5% процент жүргізеді де, сізге переплата 575 мың болады, яки 600 мың көлемінде. Бірақ менің есебімде 575 мыңды көрсеткен болатын. Сондықтан сіз банктен алған 5 миллионға 6 жыл ішінде тек қана сверху 575 мың теңге төлейсіз. Бұл деген вообще күшті. Даже миллион болса да күшті деп айтар едім. Бірақ бұл жерде миллионға да жетпейді. Сондықтан бұл ең тиімді жолы, ең тиімді, қалай айтсам, үй алудың бір ең дегенде тиімді жолы. Және де артық төлемді өте аз мөлшерде төлеу көрсеткіші. Яғни 5 миллион ала отырып, ол 5 миллионды 6 жылға ипотекаға ала отырып, сіздер бар болғаны 575 мың теңге ғана төлейсіздер. Бұл деген вообще супер, енді шынымды айтсам. Қазір данный момент сіздің өз атыңызда хотя бы однокомнатный үй жоқ болса, сіз ең алдымен осы бір комнаталы үйді алуға тырысыңыздар. Себебі білесіздер ғой, қазір бір комнаталы үйдің өзі қымбаттап жатыр, бірақ қымбаттаса да, олай айтпаңыздар, мен 3 жыл жинасам, 3 жылдың ішінде үй қымбаттайды, сосын менің жаңағы 10 миллионым 15 миллионға шығып кетеді деген сияқты. Дұрыс айтып жатсыздар, бірақ та нарықта міндетті түрде 3 критерий сақталады. Ең арзан, орташа, қымбат деген сияқты. Сіздер орташа ремонтпен,
осы орташа бағадағы үйді таңдасаңыздар болады. Оған үй алғаннан кейін оның ремонты да само собой ақырын болатын дүние. Сондықтан неғұрлым баспанаға қол жеткізуге тырысыңыздар. Жылы да орта мысалы 80-90, мысалы 2000-шы жылдардағы үйлерді алуға болады орташа бағаға. Жәнегідей, әрине бәріміз үй десе жақсысын, қымбатын алғымыз келеді, бірақ иногда не істеу керек? Көрпеңізге қалай көсіліп, хотя бы жоқ нәрсені бар етіп алу керек. Кейін одан да тиімді жолдар бар. Яғни сізде алғашқыда бірінші үй пайда болса, сіз қалайда екінші үй алуды жоспарлайсыз. Ол міндетті түрде болады, само собой болатын нәрсе. Сондықтан мен айтар едім, егер сіз бір үйді алып алсаңыз, жәнегідей 5%-бен, екінші рет тағы да депозит ашып жинай беріңіз. Сосын ана үйді сатуға қойған кезде сол үйден алған ақшаны ана екінші депозитіңізге саласыз да үлкен үй аласыз. Осылай армандар орындалады. Дәл осылай бізге келген әрбір клиент осылай жасап жатыр. Және де ол кісілер, біздің банкпен бір үй алған кісілер міндетті түрде екінші үй алуға келеді. Өйткені ана адамнан естіп, мына адамнан естіген бөлекте өзің алып, өз басыңнан практикадан өткізген ол мүлдем бөлек. Бізде даже аралық займның өзі өте тиімді. Өйткені сіз мысалы 180 мың төлейтіндей үй аласыз, кейін сіздерге айтады ғой 5%-ға төмендейді. Осында 2 жылдан кейін, 1 жылдан кейін, 6 айдан кейін деп әркімнің мерзімі әртүрлі болады. Осы мерзім уақыт аралығынан кейін сізде төмендеу болады деп айтады. Сол кезде төмендейді 5%-ға. Соның көрсеткішінің өзі керемет. Мысалы бізде 30-70 бағдарламасымен 270 мың теңгеге 270 мың теңге төлейтін үйді алған, ай сайын 270 мың теңге төлейтін 28 миллион, қателеспесем, 280 мың теңге төлеген, бар болғаны 2 жыл, 2 жылдан кейін және 280 мың теңгесі 160 мың теңгеге түскен. Переплата 5 миллион 200 мың, общий переплата 28 миллионға. 28 емес, енді жалпы 28 миллионның үйін алып жатыр ғой, бірақ оның 14 миллион өз салды. Банктен 14 миллион алды. Сол 14 миллионға 5 миллион 200 мың переплата. Басқа банктың переплатасымен салыстырсаңыздар, бұның да супер екенін білесіздер. Өйткені бізде 30-70 бағдарламасы жәнегідей 8,5%-бен, я болмаса, мен қателесіп кеттім, 30-70 бағдарламасында 6 миллион ғана салды. Сондықтан осылай болды. Ал егер де 50-50-мен алса, мүлдем аз болатын еді. Бізде ең тиімді бағдарлама ол 50-50. Енді 50% болмаса, және 30-70 алсаңыздар болады. Ол болмаса 20%-бен жасыл ипотеканы, мүлдем ол болмаса наурыз ипотекасына қатыссаңыздар болады. Қазір болып жатқан наурыз бағдарламасында көп қой бағдарламалар. Тиімді жолын, сізге ыңғайлы болады деген жолдарын білгіңіз келсе, міндетті түрде жеке кеңес алыңыздар. Жеке кеңесте наурыз бағдарламасымен 20 миллионның үйін алсаңыз, переплатасы қанша болады, ай сайынғы төлемі қанша болады, соның барлығын санап беретін боламын. 50-50-мен алсаңыз қалай болады, 30-70-пен алсаңыз қалай болады деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде жеке кеңеске жазылыңыздар. Жеке кеңесте сіздердің доходтарыңыз саналады ең бастысы. Одан кейін сол доходыңызға сәйкес бағдарлама, оған сәйкес займ түрі дейміз ғой, яғни ипотеканың түрін айтамын. Соған сәйкес оның ай сайынғы есебін шығарып беремін. Есеп шыққаннан кейін сіз ай сайын қанша салу керектігіңіз, яғни полный разбор, полный анализ, полный алгоритм жасалады. Сондықтан жеке кеңеске жазылған өте тиімді болады. Егер де әлі де банкке жете алмай, қалай есептетсем болады екен деп ойлап жүрген болсаңыз, мархабат, жаза беріңіздер, онлайнда кеңес алуға болады. Онлайн кеңес алу номерін қазір описание бөліміне жазып кетем, менің WhatsApp номерім. Сол жерге сағат 10-ға дейін, түнгі 10-ға дейін жазсаңыздар болады. Түнгі 10-ға дейін жауап беретін боламын. Олай болса, 3 жылда ең құрмағанда однокомнатный алу жолдарын үйрендіңіздер деп ойлаймын. Переплатасы қанша болатындығын, және де жоқ, мен 2 комнаталы алғым келеді, 3 комнаталы алғым келеді десеңіздер, именно онда әрине оның есеп қисабын жасау керек. Оны да жасап бере аламын. 2 бөлмелі үй алғыңыз келсе, 3 жылда, ол үшін сіз ай сайын қаншадан салу керексіз, сол кезде сіз қалай аласыз, 5%-бен деген сияқты. Соның бәрін санап беріп
бірақ ол сіздің қанша бөлмелі үй алғыңыз келеді, қанша жылда немесе қанша мерзімде алғыңыз келеді, қаншалықты мерзімде қаншалықты жылдам алғыңыз келеді, соған байланысты. Сондықтан жеке консультацияға жазыңыздар. 2-3 бөлмелі үй алғым келеді, ең тиімді жолмен 5%-пен, переплатасы өте аз болғанын қалаймын десеңіздер, міндетті түрде жазыңыздар. Тоже есептеп барлығын жазып беремін. Сіздерге керек түсінікті, керек әрі түсінікті тілде жазып беретін боламын. Сондықтан мен сіздерді жеке кеңесте күтемін. Жеке кеңес алу үшін қай WhatsApp номерге жазу керектігін осы видео астына жазып қоямын. Міндетті түрде қарап жазсаңыздар болады. Қай қаладан болса да. Мен қазір өзім Абай облысы Семей қаласындамын, бірақ та сіздер Шымкент, Тараз, Қызылорда, Атырау кез келген жақтан болсаңыздар бола береді. Өйткені біздің банктың системасы бүкіл Қазақстан бойынша бір система. Сондықтан осы жақта менен кеңес алып, өздеріңіздің қаланой банктеріңізге барып іске асырсаңыздар болады. Ал олай болса, барлық қазақстандықтарымыз мейлінше ең төмен пайызбен, ең аз переплатамен үйлі болсын.